Ассалаумағалейкум, құрметтегі жақсылар. Қайырлы күн баршаларыңызға. Қалайсыздар? Қалыңыз қалай? Шүкір, Аллаға сан шүкір. Қалайсыздар? Үйштеріңіз, отбасыларыңыз, мал жандарыңыз, жан жақтарыңыз аман есен бе? Уағалейкум ассалам. Ереке. Тамаша. Так, достар. Бүгінгі тақырып біздің паническое расстройство, дүрбелең шабуылдың адамға зияны бар ма жоқ па, сол жайында айтатын боламыз. Невроз, психосоматика не? Невроз, психосоматика деген түсінбедім. Невроз деген бар, психосоматика деген бөлек. ВСД туралы айтыңыз дейді. ВСД бұл вегетососудистая дистония дейтін. Бұл медицинадағы атауы, психологиядағы атауы паническое расстройство. Достар, дүрбелең шабуыл, адамды ауру қылама деген бүгін тақырыпты қозғайық. Қараңызшы. Дүрбелең шабуылдан адам ешқашан ауру болып қалмайды. Дүрбелең шабуылдан адам инфаркт болмайды. Дүрбелең шабуылдан адам инсульт алмайды. Дүрбелең шабуылдан әртүрлі ауруларға түсіп кетпейді адам дейтін. Алайда ауырып, мысалы, инфаркт алып, инсульт алып, адам дүрбелең шабуылға түсіп кетуі мүмкін. Түсінікті? Инфаркт алған адам, инсульт алған адам, немесе әртүрлі медициналық ауруға түсіп қалған адам, немесе жаман аурумен ауырған, рак, опухоль дейтін, сондай ауруларды естіп, сондай врачтар сондай диагноз қойған кезде адам паническая атака, паническое расстройствоға түсіп кетеді, дүрбелең шабуылға түсіп кетеді. Сондай жағдайлар болған. Біздің практикамызда да солай. Жүрек ауру адамдар паническая атакамен ауырып, маған хабарласып, солармен жұмыс жасағанбыз. Сосын жаман аурумен ауыратын адамдар бар, емі жоқ ауру деп айтады медицинада. Негізі дінімізде, қазіргі современный психологияда емі жоқ аурудың өзі жоқ. Барлығы емделеді. Бірақ медицина мен психотерапияда, ескірген психотерапияда ем жоқ деп айтады. Кейбір психологический аурулардың емі жоқ дейді, психикалық расстройстволардың. Медицинада кейбір медициналық аурулардың емі жоқ деп айтады, рак дейді, Альцгеймер дейді, Паркинсон дейді, артрит дейді. Көп қой аурудың 10 мыңнан астам диагноздың түрі бар. Медицинада 10 мыңнан астам диагноздың түрі бар. Есте сақтап қалсаңыздар болады. Солардың мысалы 100-ден астам, 200-ден астам емделмейді деген сияқты көзқарастар бар медицинада. Алайда біздің дініміз хақ ислам не дейді? Емделмейтін ауру жоқ дейді. Ма анзалаллаху да илля анзалаллаху шифа дейді. Алла Тағала қандай да бір ауруды бермесін, оның шифасын қосып түсірген дейді. Шифасы бар. Современный психологияда дәл солай. Современный психология закон притяжения іске қосады. Закон притяжения дейтін нәрсе бар, тартылыс заңы. Закон иерархия дейтін нәрселер бар, Тартылыс заңымен адам өзіне любой нәрсені тарта алады дейді. Тарта алады. Психологияда, современный психологияда вселенныйға жібереді, сонымен жаңағы айтқан, сол вселенная обратно оған жауап қайтарады дейді, ответ береді дейді. Мысалы, ауру адам сол ауруынан айығу үшін дұрыс миына установка қойып, ары қарай жаңағы айтқан өзінің тілегін жібере алса, сол тілегіне жауап алады. Мысалы, ауру адам ауруынан айыққысы келсе, айыға алады, жазыла алады дейді. Мысалы, оған қатысты Джон Кехоның «Подсознание может все» деген кітабын оқып көруге кеңес беремін. Ол да современный психологтардың бірі, Джон Кехо. Солай, достар. Ал енді паническое расстройстводан, дүрбелең шабуылдан адам ауырып, сал болып қалады ма деген сұраққа келетін болсақ, жоқ, ондай ешқашан тіркелмеген. Жалпы тарихта психолог мамандардың психотерапияда ондай ауру тіркелмеген. Яғни паническая атакамен, дүрбелең шабуылмен, неврозбен жүріп, адам инфаркт болып қалып, инсульт алып қалған, ондай ешқандай тіркеулер болмаған. Ощущение бір қатты болады. Дүрбелең шабуылда жүрген кезде адамда сердцебиение, жүрек қатты соғып кетеді, давление көтеріліп кетеді, мазасы қашып кетеді, как будто қазір вот ол адам жағдай талып қалады,
немесе жаңағыдай өліп қалам деген қорқыныш болады, сосын жаңағы айтқан инсульт алып қалам деген қорқыныштар болады, инфаркт алам деген қорқыныштар болады. Бірақ олай болмайды паническое расстройствода. Алайда инфаркт алып паническое атакаға түсіп кеткен адамдар бар. Сондықтан мына патологиялық аурулардың кесірінен паническое атакаға түскен адамдар бар. Олармен өзім жеке жұмыс жасағанмын. Олар дәрігерлерге барып емделеді, параллельно психологтармен де жұмыс жасау керек. Мысалы, маған өткенде бір жаман аурумен ауыратын бір адам хабарласты. Біз ондай адамдармен көбісімен жұмыс жасадық, бірақ кеше жақында біреу хабарласты. Ол адамда тревожность, яғни тревожный расстройство бар. Неге? Өйткені уже жаңағы айтқан ол кісінің бойында жазылмайтын дерт. Мысалы, медицинаның тілінде. Бірақ жазылмайтын дерт деген нәрсе болмайды, барлығы жазылады. Сол кісімен жұмыс жасадық, параллельно ол химиотерапия алып жатыр, бірақ мен онымен психологиялық тұрғыдан поддержка жасап, жаңа когнитивно-поведенческий терапияны қолданып, ол адамды тұңғиықтан шығардық. Былайша айтқанда күлмей қалған, ол кісіні күлдірдік. Смехотерапия дейтін нәрсе бар, күлкі терапиясы, соны іске қостық. Так, енді мына жоғарыда сұрақтар қойылып жатыр екен, сол сұрақтарға жауап бере отырайық. Так, достар, лайк басып, каналды қолдап отырайық. Жарай ма? Лайк басып, каналды қолдап отырайық. Жақындарымызға жіберіп отырайық. Мен жайлы адамдар көбірек білсін, себебі айналамызда, елімізде осы тревожный расстройствомен, депрессивный расстройствомен ауырып жүрген, мазасынан жүрген адамдар өте көп. Соларға осы әлеуметтік желіні, TikTokты пайдаланайық, осы кең алаңды пайдаланып, соларға барынша тегін көмек көрсетуге тырысайық иншалла. Осы жерде мынау запись болып жатыр ғой, қазір бізде запись жүріп жатыр, TikTokта. Осы записті мен өзімнің YouTube каналыма салып отыратын боламын. Сондықтан барынша дұрыс комментариялар, дұрыс сұрақтар қояйық, әдеппен. Жаңағы айтқан негативный комментарияларға біз назар аудармаймыз. Адамдар өзі жайлы жазып жатқан, мысалы бір кісілер сұрақ қойып жатыр, кеудем қысып жатыр. Яғни ол кісінің өзінің жеке сұрағы, өзі жайлы жазып жатыр. Біреулер балағат сөз айтады, жаман сөздер, негативті сөздер айтады, ол адамда өзі жайлы айтып жатыр. Яғни өзі жайлы айтып жатқан кейбір адамдардың комментарияларына мән бермейміз, маңызды сұрақтарға тоқтаймыз. Жарай ма? Тамаша. Невроз, психосоматика дегеніміз. Невроз деген неврологическое расстройство. Невроз дегеніміз жүйке жүйесінің тозуы деген. Қазақшасы жүйке жүйесінің тозуы, жүйке жүйесінің жұқаруы деп айтады қазақша. Енді жүйке жүйе жұқарып зат етпейді, бірақ енді қазақ астарлап жүйке жүйенің жұқаруы. Яғни адамның жағы не бір сөздер бар ғой, жаңағыдай жүйкем жұқарып тұр деп айтады ғой. Адам бір негативті бір сөзді қабылдай алмайды, мазасы қашып қалады, бір кішкене айқай-шуды көтере алмайды деген сияқты да. Невроз дегеніміз сол. Ал психосоматика дегеніміз отдельно бір ғылым ол. Біздің психо, мынау біздің санамыз, соматика, сома біздің тәніміз, сома дегеніміз біздің тәніміз. Соңсы психосоматика, біз психикамыз арқылы соматикамызға не істейміз, әсер етеміз, команда береміз. Мысалы, мына тәнімізде біздің ауру болса, сол психикамыз арқылы осы физиологиямызға әсер ету арқылы біз өзіміз емдей алатын екенбіз. Түсінікті? Тіл дірілдеу мүмкін бар. Мүмкін. Тіл дірілдейді. Тремор ол. Тремор. Саламатсыз ба? Алейкум, амансыз ба? Қалай шығамыз одан дейді. Өте оңай. Одан шығудың жолдары бар. Просто техникалар бар. Сол техникалармен жұмыс жасау керек. Онымен жұмыс жасау керек. Бұл қорқатын нәрсе емес. Арнайы техникалар бар. Сосын наставник керек. Ол техникаларды білет. Бір адамдарға мен техникаларын бергем, бірақ ол состояниеден олар шыға алмайды, мысалда. Неге? Жанында оның сенімді адам болу керек. Наставник керек. Ассаламалейкум, менде ұйқысыздық бар. Дәрінің күшімен ұйықтап жүрмін. Инсульт алдым, 4 рет алдым. Алла жеңілдігін берсін. Алейкум салам, рахматуллахи ва баракатух. Яғни инсульттан кейін уже тревожный расстройство пайда болғанда бұл кісі. Ассаламалейкум, тамамсыз, қалайсыз? Мен Арақ мемешінде сізде оқығанмын. Алейкум ассалам, тамаша қалмын. Ковидтан нервтарды, сосудтары, миды зақымдап кетеді. Содан адамдарда үрей қорқыныш пайда болды. Ол бекер әңгіме. Просто ондай информацияны таратпаңыз, егер білмейтін болсаңыз. Выгорание болады, нервный болып. Выгорание болады. Невроздың кезінде, неврологический расстройствоның кезінде ашу, ыза,
ренжу әркімге. Психосоматиканы үйренгім келеді. Алла қаласа психосоматиканы біз үйретеміз. Арнайы оқытамыз. Жоқ, түсініп отырмыз. Невроздың психосоматикасы не? Неден? Барлық нәрсені психосоматикамен байлаудың қажет жоқ. Невроз спокойный образ жизнь қалыптастырмаудың салдарынан болады. Психикалық травмалардан болады. Ол невроздың психосоматикасы ол өте көп, мысалы. Ашуланудан болады, ренжуден болады. Сосын жаңағы айтқан қалай десек болады. Бала кездегі детский травмалардан болады, ішуден болады, мысалы да, арақ ішіп кету, ішімдік ішіп кетуден. Сосын жаңа есірткі қолданып кетуден, психотропный дәрілерді көп ішуден деген сияқты. Сосын көңіл күйдің болмауынан, мысалы да, низкая самооценка дейді. Внутренний конфликт, ішкі талас тартыс, оның причинасы өте көп. Адам бір деме айтқан кезде тыңдап отырады, бірақ жауап бермейді, ол неден? Концентрацияның жоқтығынан. Концентрация жоқ. Ол жауап берейін десе, концентрация жоқ. Кеуде қысуы бар дейді. Кеуде қысуы бар. Ұйқы болмаса не істейміз? Ұйықтау үшін арнайы техникалар бар, сонымен жұмыс жасау керек болды. Ассаламалейкум. Қорылдауды қалай тоқтатуға болады? Ол неден пайда болады? Қорылдау қатты шаршағаннан да болады. Қорылдау психикаңызда проблеманың барын болуынан да болады. Қорылдау бұлай ұйықтаған кезде қорылдайтын кездерде болады. Ол бессознательно жүретін нәрсе ғой ол. Оның ешкім қорылдап ұйықтаудың ешкім причинасын анықтай алмаған осы кезге дейін. Сондықтан шаршамаса да адамдар қорылдайды. Ол адамда бір проблеманың бар деген білдірмейді. Тамақ қысып дем жетпейді. Әрбір нәрсені психосоматикаға әкеліп не істей берудің, байлай берудің қажеті жоқ. Әрбір нәрсені психосоматикаға әкеліп байлай берудің қажеті жоқ. Тамақ қысып дем жетпей қалу неден болады? Өкпеден ба, зоптан ба? Оны сіз дәрігерге барып тексертіңіз. Егер олар ешқандай причина таппаса, ешқандай ауру таппаса, значит, онда психикаңызда проблема бар. Қорқыныш бар, страх бар деген сияқты. Өткенді қалай ұмытуға болады? Осы өмірмен өмір сүрумен ұмытасыз өткенді. Медитация тыңдап, ұйықтаймын, өзім күшті ұйықтайсың дейді. Миға кислород жетіспегенде не ішеміз дейді. Ештеңе ішпейсіз, миға кислород жетіспегенде. Физический нагрузка басасыз өзіңізге. Физикалық нагрузка. Физический нагрузка. Солай достар. Псориаз неден болады? Оны білмедім неден болатын. Оның причинасын білмедім. Оқымадым оны. Ассаламалейкум, алейкумассалам. Паникамен адам жынды болып, ауру болып қалады. Бекер әңгіме. Ойдан шығаруды тоқтатыңыз. Егер маман болмасаңыз сөйлемеңіз. Ойдан шығарып алып, паникадан жынды болып қалады тағыр деген. Может, удар тиіп басына, қатты соққы тиіп жынды болып қалу мүмкін, паникадан адам жынды болып қалмайды. Сондай ойлар келеді, жынды болып қаламын, бірақ жынды болмайды. Жақсы? Жоқарға дейді. Саламатсыз ба, жағдайыңыз қалай? Шүкір, алейкум, аманса.
жоқ. Мына қыз ангел и диамон дейді. Ангел и диамон дейді. Сіз атыңызға сай қойған екенсіз ғой, жазып, мықты жазып жатсыз, активнее отырсыз, тамаша. Маған бір көріп беріңізші, 35 жас. Жертва состояниеден қалай шығамыз дейді. Жертва состояниеден шығып, қай состояниеге өткіңіз келеді? Тиран состояниесіне ма? И спасатель состояниесіне ма? Қайсына ауысқыңыз келеді? Енді жертва состояниесіне шыққасын, тиран болу керек, или спасатель болуыңыз керек. Менің бетімде безеу бар, не істеу керек? Сол безеулердің причинасын анықтауымыз керек қой. Неден шығып жатыр ол безеулер? Не себепті шығып жатыр? Жарты жыл болды, бір ойдан құтыла алмай жүр дейді. Онымен жұмыс жасау керек, құтыласыз. Менің бетімде безеу бар, не себеп айттық? Оның причинасын анықтау керек. Ол может қан ластанған шығар, қанды тазарту керек. Или адамның психикасынан, стресс, депрессиядан да безеулер шығып кетеді. Спорт полезны ма ВСД-да? Иә, ВСД-да полезны, бірақ өзіңіз барып спортмен занимация ету, жаныңызда наставник болмай. Ол кішкене сәл қиындау шығар. Себебі қорқыныш, үрей бойыңызды билеп тұрады. Физнагрузка қалай? Спортмен занимация ету. Саламатсыз ба? Эпилепсия неден пайда болады? Эпилепсияның пайда болу себептері, причиналар өте көп. Қатты үрейленіп, қорқып, сол үрейді организм көтере алмай қалады, содан эпилепсияға түсіп кетеді. Оның себептері көп жалпы. Мен бірақ себебін айттым. Ұйықтап жатып, жылау неден болады дейді. Ұйықтап жатып жылау жаман түс көргеннен болады шығар. Адам өзімен айналысы керек. Телефонға термеліп отыра бермей, өз-өзіне массаж жасап, тамаша. Мана кісі әңгіме жоқ. Телефондан шықпайтын адамға ұқсайды өзі былай. Жазғандарына қарасаң, бірақ енді ақыл берген кезде молодец, кетіп отыр ақыл дейді. Сәлеметсіз ба? Амансыз ба? Солай, достар. Паническое расстройство дейтін нәрсе, тревожное расстройство бұл қорқатын нәрсе емес. Қорқатын ол депрессивный расстройство. Депрессивный расстройствода адамда жаңағыдай өзіне қол жұмсауға деген бейімділік болады. Адамда мына өмірдің краскасын жоғалтып алады да, сосын жаңағы айтқан өзіне қол жұмсағысы келіп, өмір сүргісі келмей, сондай бір состояниеде болады. Саламатсыз ба? Алейкум. Шаш түсіп қалады, қайта шығама, қайта шығады, Алла қаласа. Шығады деп сеніңіз шығады, Алланың қалауымен. Шығады деп сеніміңізді дұрыстасаңыз шығады. Қайырлы күн. Энурезді немен емдеуге болады? Оны білмеймін мен. Оны білмедім. Білмейтін нәрсеме білмеймін деп жауап беремін, білетін нәрсеме білемін деп жауап беремін. Қайырлы күн, энурезді немен емдеуге болады? Оны білмедім. Қалай емдеуге болатын? Саламатсыз ба? Паническая атака қалай кент дейді де, қалай кентті емдеуге бола ма дейді. Конечно, болады. Паническое расстройстводан 100% шығасыз. Паническая атакадан 100% шығасыз, 100% құтыласыз. Просто дұрыс маманға жолықсаңыз, паническая атака тез кетеді. Паническая атака тез кетеді, достар.
қалай кетеді дегенім ғой. Онымен жұмыс жасау керек ол. Бірден кетпейді ол. Панический атака өзінен өзі кетпейді. Депрессия өзінен өзі кетпейді. Онымен арнайы мықты мамандар болса, солармен барып жұмыс жасасаңыз болады. Бірақ оны жаңағы жын тағы бірдеңе деп қудырудың қажеті жоқ. Панический атака ол психикалық проблема, психикалық расстройство. Соңғысы, онымен арнайы жұмыс жасау керек. Окей? Онымен психолог жұмыс жасаймын. Психологтар жұмыс жасайды, психотерапевт жұмыс жасайды. Психотерапевттер көп жағдайда оны невроз дейді, дәрі бере береді. Медикаменттермен емдейді, антидепрессанттармен емдейді. Так, достар, дұрыс сұрақтар қояйық, давай активнее болайық, дұрыс сұрақтар қояйық. Қандай сұрақтар бар тағы да? Қандай сұрақтар бар? Қараңыз, сіз ауруының аттарын айтып жатсыз. Мен кейбір аурулардың атауларын білмеймін. Оны білуге де міндетті емеспін. Себебі 10 мыңнан астам диагноз бар. Әр қайсыңызда әртүрлі диагноз қойылған болуы мүмкін. Бірақ біліңіз, барлық ауру емделеді, миды емдеумен. Мида проблема. Менің міндетім мимен жұмыс жасау, сондықтан түйсікпен жұмыс жасау, іштегі сенімділікті ояту. Сол сенімділік оянған кезде сіздің бойыңыздағы проблемалардың барлығы жазылады. Ол аурудың атауы маңызды емес бізге. 10 мыңнан астам диагноздың түрі бар. Ол диагнозды дәрігерлердің өздері білмейді. Түсінесіз ба? Дәрігерлердің, профессормын деген, дәрігерлердің өзі 10 мың аурудың бәрін жаттамаған. Оларға зачем керек? Мысалда, хирург, мысалы кардиологиядағы жұмыс жасайтын адамдардың ауруларының аттарын білмейді. Мысалда, травматолог, жаңағы айтқан онколог врачтардың мысалы аттарын білмейді, мысалы, диагноздерінің аттарын білмейді деген сияқты да. Барлығын білуге міндетті емес. Ең бастысы менің міндетім ол аттарын жаттау керек емес. Маған мысалы мына жерде кейбіреулер диагноздарының аттарын жазып отыр. Мен оларды білмеймін, көбісін. Тіпті 90% білмеймін деп айта аламын. 90%. Негізгі мен білетін ең маңызды анау жаңағыдай қайталанып жүрген аурулар бар ғой. Соларды білемін. Бірақ бұлардың барлығы емделеді, түйсік емделген кезде. Бізге аурулардың аттарын жаттау маңызды емес. Бізге просто сол состояниеден шығып кету, сол проблемадан құтылу болғаны, достар. Эпилепсиядан жазылуға бола ма? Бүткіл нәрседен жазылуға болады. Эпилепсиядан да жазыласыз. Соңғысы рактан да жазыласыз. Альцгеймер, Паркинсон дейді, артрит, ревматизм, артрит. Бұлардың барлығы кететін, жазылатын аурулар. Түгел. Жазылмайтын аурудың өзі жоқ. Ал сіз өзіңіз содан емделдіңіз ғой, сіз емдейсіз бе? Әрине. Панический расстройство жүрген адамдарға терапия жүргіземіз, емдейміз. Үйде салқын суға қалай түсіп бастаймыз? Үйде салқын суға түсіп бастау өте оңай. Бірінші жылы сумен бастайсыз шомылған кезде. Таңертең душқа түскен кезде, ұйқыдан тұра сала түспеген дұрыс. Суыңызды ішіп алып, сосын кішкене былай серуенге шығып, далаға шығып келіп. Сосын жылы суға шомыласыз. Жылы суға шомылып бастайсыз, сосын ыстық су, мұздай суды қосып бастайсыз. Мұздай суды қосып жіберіп, бір құйып аласыз үстіңізге, сосын тағы да жылы су. Араластырып түсесіз. Контрастный душ дейді ғой. Ақтауда едіңіз ғой, қазір Алматыдасыз ғой. Алматыдамын қазір. Геморрой қалай жазыламын? Геморройдың арнайы өзінің дәрілері бар ғой, релиф дейтін. Оны арнайы хирургке барасыз, тексерілесіз. Сол дәрілер жазып береді. Бірақ мышлениені өзгертіңіз, позитивный өмір сүріңіз. Негатив керек емес. Ақтауға қашан келесіз? Ақтауға белгісіз. Ақтауға белгісіз болғанда бұйырса сол мамыр айларында, май айларында баратын шығарымыз құдай қаласа. Мен таңертең жылы су ішемін. Перекс, жарым капель қосып, сол дұрыс па дейді. Оның дұрыс екен білмеймін, бірақ Неувакин деген дәрігер бар, профессор бар ғой, баяғы Союздың профессоры, орыстарда. Солай ішуге болады деп айтқан. Бірақ мен оған болады, болмайды деп айта алмаймын. Бізде енді перексті сыртқы
снаружи дейді ғой, мына жараның сыртына жағатын дәрі ғой ол. Иә. Простатитке не ішуге болады? Простатитке, достар, простатитке спорт заниматься ету керек, спортпен заниматься ету керек. Аяққа кәдімгі нагрузка салу керек, көп жаяу жүру керек. Простатит кетеді ол деген. Оны дәрі іше берудің қажеті жоқ. Дәрігерлердің өзі сізге дәрі іше бер демейді. Жап-жас жігіт болып тұрып, жаңа простатит деп іше берсең дәріні, ол дәрі отырғыза береді. Сен простатитіңді емдейді, басқа бір органды отырғызады. Барынша дәрісіз, табиғи жолмен емделуге тырысыңыз. Табиғи жолдармен. Көкөністер көп жеңіз. Түсінесіз ба? Иә. Көкөністер көп жеңіз. Мына помидорды қайнатып, қайнаған помидор бар ғой, сол өте пайдалы простатитке негізі. Қайнатылған помидор. Нанға басып, соны жейтін болсаңыз. Оны дәрі іше берсеңіз, ол простатитіңізді емдейді, бірақ ол басқа бір органыңызды бұзып жіберуі мүмкін. Бауырға зиян, мысалы, через бауыр өтеді ғой біздің дәрілердің барлығы. Почка арқылы өтеді деген сияқты. Ол бәрібірде асқазанымызды жарақалады деген сияқты. Көп дәріге отырып қалмаңыздар, дәрісіз емделуге тырысыңыздар. Спортпен заниматься етіңіз, простатиттің нағыз емі спорт ол деген. Аяққа көбірек нагрузка басыңыз, и простатит безі ол өзіне өзі автоматически жаңағыдай не істейді. Ал нагрузка егер болмайтын болса, онда жүре беріңіз. Жүру арқылы, мынау движение арқылы простатит жоғалады өзіне өзі. Брат, бауыр сәл үлкейген, не істесе болады. Онда ожирение бар бауырыңызда, оны қорқатын нәрсе емес. Дәрігерлер егер бауырда ожирение бар десе, киста ештеңе жоқ, просто тек ожирение, расширение болған, үлкейген десе, ол қорқатын нәрсе емес. Мен сізге тоже айтамын, спортпен занимация етсеңіз, су көбірек ішіңіз. Бауыр дейтін фильтр ол, бауыр фильтр. Су көп керек. Су көп керек. Қанды фильтровать етеді, бауырдың 500-ден астам қызметі бар біздің организмде. 500-ден астам қызметі. Бауырды сақтау керек. Ол үшін жаңа спортпен көбірек занимация етіңіз. Көп занимация еткен сайын бауыр, қанша қанды фильтровать етеді, сонымен уже бауыр өзіне өз қалпына келеді деген сияқты. Восстановление болады, қалпына келеді любой нәрсе, достар. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи. Жиі барам туалетке дейді. Аға, осы эфирден кейін сіздің онлайн консультация қатысайын деп едім. Өте тамаша, қатысыңыз. Хорошо. Эфирден кейін қатысаңыз болады. Брат, бауыр үлкейген сәл не істесе болады. Дәрісі бар ма, брат? Оны дәрін білмеймін. Мен дәрігер емеспін, достар. Мен психолог, исламтанушымын, рухани наставникпін, рухани ұстазбын, психолог маманмын, депрессия, стресс, семейный проблема, лудомания, игромания, наркомания, алкоголизм. Солармен жұмыс жасаймыз. Психологический терапияларды қолдану арқылы. Ауырып жүрген адамдарды, действительно патологический простатиті бар адамдарды мен емдемеймін. Бірақ оларда қорқыныш, үрей болса, сол проблемаларға қатысты. Сол параллельно дәрігерлермен бірге сол адамды былайша айтқанда жазылатынына сендіру біздің мақсат. Сенімін дұрыстау. Солай жазылады адам. Бірінші мына мышление дұрысталмай дәрі іше беріңіз, ол пайда бермейді сізге. Түсінесіз ба? Бауырым майланған, өт толған, қан қоюланған, осыған ем бар ма? Ем бар ғой оған, ем бар. Оны емді өте оңай. Главный, өтіңізде тас болмаса болды. Өтіңізде тас болмаса болды. Хабарласыңыз, сізбен жұмыс жасап, мен сізге көмектесемін. Бірақ тас болмау керек өтіңізде, түсінікті ма? Тас болса, мен тасты емдемеймін.
Алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Саламатсыз ба? Тұйықтықтан қалай арылуға болады? Общительная болғым келеді. Егер бұл бала кезіңізден болатын болса, бұл ұялшақтық, қобалжу. Ал егер жақында пайда болған болса, бұл тұйықтық. Бұл сізде социофобия дейтін нәрсе болуы мүмкін. Социофобия. Онымен жұмыс жасау керек. Когнитивно-поведенческий терапия көмектеседі оған. Иә. А бала кезіңізден болса, онда сізді ашу керек. Кішкене ораторский способностьті арттырып деген сияқты. Адамдардың алдында өзіңізді еркін ұстауды үйрету керек. Оның да арнайы техникалары бар, онымен де жұмыс жасаймыз. Сәлеметсіз бе, сізбен қалай хабарласамыз? Уағалейкум ассалам. Менің жекемде, менің парақшама өтіп, ассистентке хабарласасыз, сол арқылы шығасыз. Ассаламу алейкум, аға, ұшық бересіз, адамға ұшық бересіз бе дейді. Я, Құранмен дем саламыз. Құран, уануназзилу минал Құрани ма хуа шифа дейді. Құран шифа, Құран адамдарға шифа. Біз Құраннан шифа түсірдік дейді Алла Тағала. Сондықтан Құранмен параллельно Құранмен де емдейміз. Құранмен емдегенде Құран оқып дем салып береміз. Қалайсыз? Шүкір, альхамдулилля, жақсымыз. Ақарсыз. Помидор жақсы ма? Помидор өте пайдалы. Жалпы пайдалы. Бірақ бізде простатит патологический болса, оны дәрігермен емдейсіз. Дәрігерге, урологқа барасыз. Егер патологический болса. Жай ғана жаңағыдай туалетке шығып, жай ғана басталуы болса, онда әртүрлі жем-шидекпен емделуге болады. Ешқандай проблема жоқ. Психологтар жын тию бәрі біріне ұқсас. Жын адамға кірмейді, жын ешқандай қорқыныш емес. Жын шайтан деген қорқыныш емес. Психологтар ол атеистер ойлап тапқан нәрсе. Салауат, йога для меня жаным рахаттарым қолады дейді. Тамаша. Қалай барамыз сізге дейді. Жекеге хабарласыңыз, ассистентке жазасыз. Менің парақшамда ассистенттің номері бар. Телефон дейтін, телефон байланысқа кірсеңіз, сол жерде ассистенттің номері бар. Қорқпаймыз ғой, но кірет дейді ғой, қамбали дейді. Кірет деп айта берсін. Жын кіргеннің өзінде сізге зиян бере алмайды ғой. Мысалы, кіргеннің өзінде жын кірді деп есептейік. Мысалы, сіздің ішіңізде жын бар деп есептейік, мысалы. Бірақ ол не зиян бере алады дейсіз? Ешқандай сізді басқару, управлять ете алмайды. Қамбалилерді кірет деп айтқан, бірақ жынды Құран оқып шығарады дегенде қамбалилер айтпаған. Оған келісемін. Кірет деген сөзді қамбалилер айтқан. Имам Шафи мазхабында мүлдем отрицать етеді кірет деген нәрсені. Имам Шафидің өзі қатты тұрған, адамға жын кірет деген мәселеге қатты қараған. Ондай нәрсе дінде жоқ деп. Маған көз тиген сияқты. Көз тиген болса, ол нәрсені шығу өте оңай. Құранды сіз қойыңыз. Сперва научитесь правильно. Кіреді адамға, вот опять дейді. Ангел Бейсенбекова. Қатты әдепсіз екенсіз, Құдай сақтасын. Менің Құран оқияларыма күмәніңіз бар ма? Ла хаула ва ла қуввата илля билlah. Өзіңіз жайлы жазып жатқан комментарияларға немқұрайлы қарайық. Бауырдың ауруы көңіл күйдің болмауына әсер ете ме? Әрине әсер етеді. Әрине әсер етеді. Машина отырсам мазам қашып кетеді. Қалай барам сізге? Жаныңызға бір сенімді адамды алып алып келсеңіз болады. Машинаға міну, сыртқа шығудан қорқу, бұлардың барлығы агорафобия. Клаустрофобия, машинаға мінуден қорқу. Тар жерден қорқу, немесе жолға шығудан қорқу. Самолетқа мінуден қорқады біреулер, авиафобиясы бар. Көз тию сиқыр деген нәрсе қиын жалпы дейді. Қиын емес, өте оңай одан шығу. Қиын емес. Сіз қиын деп қабылдасаңыз, ол қиын болады. Жеңіл деп қабылдасаңыз, жеңіл болады. Жын 3 түрлі кіреді деп жазған Құранда. Сен не отырып самоубийствоға апарады, арбайды, сенім. Құдай сақтасын, мына бір кісі Құранның атынан сөйледі. Құранда ондай сөз жоқ. 3 түрлі жолмен кіреді деген не әңгіме? Қай жерде, қай аят санын айтыңыз,
бетін айтыңыз. Жин деген сүрені оқып беріңізші маған. Құл ухия илайя аннаху стама'a нафарун минал джинни фақалу деген аятты оқып беріңізші. Ангел дейтін келіншектің ішінде, анел дейтін келіншектің ішінде точно бірден отырған сияқты басқарып Құдай сақтасын. Қайырлы күн, жын кіріп шығарып кететіндер туралы, басқа адам болып сөйлейтін туралы не айтасыз дейді. Ол басқа адам болып сөйлейді, мен де сөйледім. Әй, бәлдар, не істеп айтсыңдар? Деп мен де құтыра аламын. Менде мына голосовой связкалар бар. Адамның тамағынан қысқан кезде адам галлюцинацияға түседі. Автоматически мынау кислород бар ма? Мына жерде үлкен күре тамыр бар. Бұл миға кислородты тасымалдауды қамтамасыз ететін тамыр, күре тамыр. Бұны қыссаң, уже миға кислород бармайды. Кейбір жын шығаратындар ол дұрыс емес жасайды. Бұл медициналық тұрғыдан өте қауіпті. Адам бұл состояние өліп кетуі мүмкін, мысалда. Қысып тұр, жібермейді, адам автоматически кетіп қалды. Бұл өте қауіпті. Жын шығаратындарға барған кезде желкеңізді, мойныңызды ешқашан қыстырмаңыздар, мына жер. Бұл жерде медиктердің өздері ұстамайды. Медик, кәдімгі 7 жыл оған медиктер. Медицинадан хабар жоқ, жынпарас, жынолог, оңбағандар бетіп қысып алып ұстайды. Оқи бер былай, пайғамбар салсам қысып тұрып ұстаған ба, мысалы тамағынан қысып тұрып оқыған ба? Ондай бірде-бір хадис жоқ. Ондай бірде-бір хадис жоқ. Не үшін бірде-бір хадис жоқ деп уверенно сөйлеп жатырмын? Потому что мен ислам танушымын, теологпын. Нурварак ислам Египет университет, Нурварак Египет ислам мәдениет университетін Қызылға бітіргенмін. Хадис бөлімінде оқығам. Вот именно хадис тәфсір дейтін. Мынандай қылқындырып отырып оқиды деген нәрсе жоқ. Бұл адамды наоборот ауру қылу, галлюцинацияға түсіріп жіберу. Содан кейін адам онан сайын шошиды. Немесе кетіп қалуы мүмкін, Алла сақтасын, солай. Қылқындырмаңыздар. Ешқашан қолыңызбен жын шығаратындарға барып, егер оқытылып жатсаңыз, аяқ асты барып солай, басыңа түссе баспақшыл боласың деп жаңағы түрлі бәлеге сеніп кетеді ғой, адам қорыққан кезде, үрейленген кезде, уайымдаған кезде. Барып, мына жеріңізді ұстатпаңыз. Мына өте опасный жер. Түсінесіз бе? Опасный. Мына жер қысылып қалса болмайды. Жібермей қалса қанды миға қарай. Уже бітті, уже сіздің шаруаңыз. Қылқындырып бейді. Мынаны қысқаннан кейін автоматически адам галлюцинацияға түседі. Уже дауысы өзгеріп, қырылдап бас. Мысалда, көрдіңіз ба? Ондай надандарға, надан олар. Ислам университетін мықты бітіре берсін, ол шетелде оқып келсін, Әл-Азхарда оқып келсін, бірақ мойынды қылқындырып мен адам емдеймін деп ұстап отыр, ол надандық, медицинадан хабар жоқ. Мынандай мына жерде әдепсіз жазып отқан бір келіншек бар ғой, атын айтпай ақ қояйын. Сондай бір надандардың біреуі де Құранда 3 түрлі жолмен кіреді деп Құранның атынан сөйлей салды, Аллахтың атынан сөйлей салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мен кадаба алейя мутааммидан фалиятабауа мақадаху минан нар" дейді. Кімде-кім менің атымнан жалған сөйлесе, ол адам өз орнын тозақтан дайындасын. Мынау өте ауыр хадис та. Сен пайғамбар былай тұрсың, Құранның атынан жалған сөйлеп жатсың. Құранның атынан, Алланың атынан жалған сөйлеп жатсың. Сондай надандардың кесірінен мына дін бұрмаланып жатыр. Лакум динакум валия дин. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме. Менің дінім хақ ислам, сенің ұстанған дінің өтірік, былайша айтқанда. Өтірік ислам ұстанып жүрген сияқты, бірақ ойдан дінін құрастырып алған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен хадаса фи амрина", кімде-кім біздің дінімізде бір нәрсе ойлап табатын болса, фалайса минна ва фалайса мин амрина, ол бірақ біздің ісімізден болмаса, фахуа рад, ол нәрсе қайтарылады дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр, кімде-кім біздің дінімізге бір жаңалық енгізетін болса, ойынан, шайтан келіп уәсуәс салады ғой, шайтанның азғыруымен ойына бір нәрсе келеді, жын 3 түрлі жолмен кіреді деп Алла Тағала Құранда айтты деп, ойындағы нәрсені Құранның атынан сөйлеп жатқан оңбағандар бар, міне прямо эфирде. Құранның атынан сөйлеп жатқан оңбағандар бар. Алла сақтасын. Ондай оңбағандарға не деп айтасың енді? Көрдіңіз ба? Ол келді де Құранның атынан сөйледі, ол шайтанның құлы болды, шайтанға құл болды. Потому что Алланың атынан бір Құран аятын ойлап тапты ол деген. Көрдіңіздер, жаңа дін ойлап тапты ойдан. Өзінің діні өзіне бұл адамның. Сосын бұл исламдамын, мұсылманмын деп айтады. Адамдар сөйтіп адасады да. Мына орамал тағып алған адамдар сөйтіп айтып жатыр деп, сол діни осы екен ғой деп. Мысалы жаңағы айтқан кейбір жын парастар бар, жынологтар, жын шығарғанда. Қыз бала үйінде шашын жайып жүрсе, оған жын жабысады.
Қыз бала музыка тыңдаса, музыка тыңдап жатқан кезде жындар кіріп кетеді. Не сөз ол? Дінде айтылмаған, мүлдем. Дінде 1 грамм айтылмаған бұл нәрсе. Может, музыка тыңдауға болмайды деп айтуға дұрыс шығар, айтсаңыз. Ол мәселеде музыка тыңдауда 2 көзқарас бар. Болады, болмайды деген. Жарайды, сіз музыка тыңдауға болмайды деп айтсаңыз, мен келісермін. Бірақ музыка тыңдасаң жын кіреді деген қай жерінде жазылған? Bir хадис тауып беріңіз, бір Құран аятын тауып беріңіз, ғалымдардың бір сөзін тауып беріңіз. Ондай мүлдем жоқ. Оның барлығы өтірік, ойдан шығарылған. Мынау жаңағы кіріп жатқан атын айтпай ақ қойын, бір келіншек бар ғой. Ол да бір жын шығаратын біреудің қатыны мысалы. Жын шығаратын жинологтың әйелі. Оның мен жаңағы ақшасын не істеп жатырмын? Келіп жатыр ғой, ақша кіріп жатыр ғой оларға. Өзі де жын шығарумен, емшілікпен айналысады. Халықты алдап жүрген біреусі мысалы. Конкретно фактке негізделеді. Факт. Түсінесіз ба? Любой аурудың емі бар, бірақ оны қорқытып, жаңағы айтқан жын пын деп. Жын ешқандай адамды ауырта алмайды. Жын шайтан ешқандай да адамға күш жетпейді. Қауқары жоқ. Жын өте әлсіз жаратылыс. Жын әлсіз жаратылыс. Инна кайда шайтани кана даифа. Алла Тағала Құранда баяндады. Ей, жыннан емес, менен қорқыңдар деді. Қазір халық Құдайдан алшақ, Құдайды ұмытты, жын шайтанға құл болып кетті қазір. Яғни біз солардан қорқуымыз, біз солардың құлы болуымыз деген сөз. Мысалы, сіз өзіңіздің бастығыңыздан қорқасыз ба? Немесе әке-шешеңізден қорқасыз ба? Демек, сіз қорқатын адамға қызметкер боласыз. Сіз ана көшедегі бандиттерден қорқасыз ба? Онда сіз бандиттердің құлы боласыз өмір бойы. Ал енді жын шайтаннан қорққан адам кімге құл болады? Аллаға құл бола ма, жын шайтанға ма? Әрине жын шайтанның құлы болады. Түсінесіз ба? Өтірік сақал қойып алып, өтірік дін ұстанып алып, жын шығарам деп жүргендер жын шайтанның қызметкерлері, әскерлері мен үшін. Жын шайтанның әскерлері олардың көбісі. Потому что олар жаңағы жыннан қорқытумен айналысып жатыр. Жынмен қорқытумен айналысып жатыр. Ей, Алладан қорқуды үйрету керек адамға. Алладан қорқсаң, саған ешкім зиян бере алмайды. Кімде-кім Алладан қорқса, Аллаға қарай қашады, Аллаға қарай жүгіреді. Ал кімде-кім жаратылыстан қорқса, жаратылыстан қашады. Түсінесіз ба? Алладан қорқудың составында, Алладан қорқу деген нәрсенің арасында махаббат бар. Махаббат араласқан қорқыныш та бұл. Сүйіспеншілік араласқан қорқыныш. Ал енді сен жаратылыстан, адамдардан, жын шайтаннан қорқсаң, ол жерде махаббат жоқ. Сен қашып жүре бересің. Бірақ тығылатын жер таппайсың да. Қорқып жүре бересің. Ал Алладан қорқсаңыз, ол Аллаға деген махаббаттың ашылу, Аллаға деген сүйіспеншіліктің ашылу. Түсінесіз ба? Қалай білем көз тиген дейді. Қалай білесіз? Фалақ Нас сүресін оқып өзіңізге дем салып жүріңіз. Егер сіз жақсарсаңыз, ойыңды өзгерт, сосын жин шығады деген Құранда қай сүреде жазылған? Оңбаған. Осындай оңбағандар. Өйстіп аламыз да бұларды бүйтіп блокировать етіп, не істейміз? Миымыз шаршап дұрыс емес пе? Соқыр имам айтқан дейді. Жыны бар ана. Бекер әңгіме. Ол ертегілерді қойыңыздар, жігіттер, қыздар, ұят болады. Онда ертегілерді қойыңыздар. Жын есектерге кіреді. Жын есектерге кіреді десеңіз болады. Дұрыс айтасыз. Зачем? Ішін дірілдейді. Ол не болуы мүмкін? Ол тремор. Іш дірілдеу. Іштің дірілдеуі тремор, сырттың қалтырауы, аяқ қолың. Ол озноб, паническое расстройство кезінде. Ал егер ол қалтыра патологический болса, онда сізде Паркинсон болуы мүмкін, оны жаңа дәрігерге барасыз. Бірақ жас болсаңыз, жас адамдарда Паркинсон. Қорққанға қос көрінеді дегенді білесіздер ма? Дұрыс айтасың. Мінеге ақарыс барым. Қорққанға көз көрінеді. Ондай кезде дәрігерге барасыз ғой дейді. Ішің дірілдейді, ол не болуы мүмкін? Біреу надан менмін деп жазып кеткен. Надан менмін, мен далбамын деп жазып қойыпты. Ұятсыз әңгімелер жазбаңдар, өздерің жайлы жаман жазбаңдар, достар.
Айтқандарының бәрі рас. Бұл жігіт мықты, мен ем алғанмын дейді. Алла разы болсын. Мұхтар. Уағыз туралы не айтасың дейді. Уағыз туралы не айтамын? Уағыз туралы ештеңе айтпаймын. Қай қалада тұрасыз? Алматыда. Жын кірген адамды қалай емдейсің? Жын кірген адам деген жын кірмейді. Уағыз туралы не айтасың дейді. Ішің дірілдейді, ол не болуы мүмкін? Іш дірілдеу айтып отырмын ғой, тремор. Адам іш дірілдеп, дірілдеп мазасынан тұрса, ол тремор дейді оны. Тремор. Рукия оқу керек. Ішің дірілдейді, ол не болуы? Оны жауап берді қой. Сенің ішіңде жын бар сияқты, жынды жақтап отырсың. Сенің ішінде жын бар сияқты, жынды жақтап отырсың. Жындар бар мен. Таныстарым бар, жындармен бір класста оқыдым. Класстастарым бар ішінде, әңгіме айтамыз. Бірақ өзіме бағындырып алғам да, өзім жындарымды. Олар маған бағынады. Сендер сияқты жындардан қорқып жүрмеймін мен. Мен жын деген атаулыдан қорқпаймын, альхамдулилля. Аллах тағала тұрған кезде маған жын не керек маған? Жаратылыстан қорқып, иттен қорқып, шошқадан қорқып, адамнан қорқып, жыннан қорқып. Алла тұрған кезде ешкімнен қорқпаңыздар. Мінезді ояту керек қой, ешкім менді ояту керек. Анау кейбір адамдар болған, жын кіре, тағы бірдеңе, шірдеңе деп жаңағы, ойбай, жындар өйтеді, жындар бүйтеді деп, жыннан қорықпаған біреулер ғой, маған қарсы келіп, сонымен жеке бір кездесіп қалғам, сонда аяқ қол қалтырап мені көріп. Мен айтамын, мен жын емеспін ғой деймін, сен неге қорқасың? Мен адаммын. Мен саған ештеңе жасамаймын. Қасыма келген кезде сол сөздерді айта алмайды Тілі күрметіліп, сөйлей алмай. Ой Алла. Арман 1970 деген өзі жайында бір информация беріп отыр екен. Өзіңізді қатты олай сөкпеңіз. Құраннан басқа қандай білім білесіз? Альхамдулилля, Құраннан басқа. Құраннан артық нәрсе керек пе адамға? Құран ғой бүткіл білімді қамтиды ғой. Құранды білсең, адам бүткіл білімді біледі деген сөз. Қай қалада тұрасыз? Алматы. Жыннан басқа не білесіз? Қой жын, ештеңе. Жын деген нәрсе не керек? Жын кірген адамды қалай емдейді? Ой, мынау. Қоя қойса ажыға дейді. Қойды ма жаға? Қойса ажыға! Айтан сөздері рас, мен ем алғамын дейді. Алла разы болсын. Айтасыз дейді. Алла разы болсын бауырым. Әмин. Алла баршамызға разы болсын. Қалайсың? Жақсы. Рамазан. Жақсы, альхамдулилля. Кел отыршы мына жерге. Қалайсың? Көңіл күйің қалай? Жақсысың ба? Жақсардың ба? Көңіл күй зор ғой. Келген кезде қандай болып келдің? Айтшы маған, мен эфирдегі адамдар көрсін. Қандай болып келдің? Қазір қандайсың? Состояниең қандай? Жақсы. Келген кезде қатты қорқыныш, үрей. Өзің жүре алмайтынсың. Әйелің болмаса қасында, Как будто қорқыныш болады ғой. Ойлар мазалап. Конечно. Шатасып қалам, адасып кетем. Жынды болып қалам деген. Қазір күлкім келеді. Аллаға шүкір қазір. Керемет. Как установка дейді ма, не дейді?
Солокқа басымыз санамыздан құйып алдық. Бәрі өзіміздің ойымыз екен. Шымкенттен боламын, намазхан көп достарымда тауқид діні жоқ дейді. Бәрі осы жын бар деген аурумен ауырады. Қиын. Сол тауқидті дұрыстау керек та. Тауқидті. Тұншығам. Я. Ұйқы қачып жатады, денем дірілдеп, аппетит жоқ дейді. Дем жетпей қалғандай болады. Бастырыл туралы неге жынмен шатастырады? Ол жүйке жүйе деген ғой ұйқы дұрыс болмағаннан. Неге осы әскер ол қорғауға шақырмайсыңдар дейді. Нас сүресі жайлы не айтасыз? Нас сүресінің пайдасы өте орасан. Сізді тыңдап тауқид діні нықталып алдым. Тауқид діні нықтап алдым дейді. Оларым Алла разы болсын. Алла баршамызға разы болсын. Өте тамаша. Машинаға отырсам, миым қысылып, қан қысымы көтеріліп кете береді дейді. Ол қорқыныштан ғой, адам бір нәрседен қатты қорққан кезде давлениесі көтеріледі. Давление қысып көтеріледі. Оны қорқынуға жіберді. Ассаламалейкум, салт дәстүр. Салт дәстүрге қарай. Салт дәстүрге оң қараймын. Салт дәстүрге оң қараймын. Салт дәстүрді қолдаймын. Потому что қазақтың салт дәстүрінің барлығы дінге негізделген. Я. Солай достар. Так, біз едәуір отырыппыз. Парақшамызда тревожно фобическое расстройство емделеді. Емделеді. Мен танитын бір жігіт бар, жын шығарам дейді. Ол айтады, жын адамға кірмейді деген адамды алдыма әкелш дейді. Алдыма әкелш дейді. Келсін алдыма, мен маңдайына дәлелдеп тұрып қойып берем ғой. Павел Федоренко мен кездес дейсің ба? Павел Федоренко мен кездесеміз бұйырса. Барамыз Қазанға, Алла қаласа. Жазға қарай барамыз. Консультацияңыздың өзі 10 мың қымбат екен. Жағдай жоқтарға жеңілдік бар ма дейді. Консультацияның өзі ем ғой бұл айтқанда. Я. Менің мамам сізді қалдырмай тыңдайды. Байекеева әсем. Өте тамаша. Жын емес, панический атака, сол ғой көп нәрсе дұрыс. Ол да тұр Наиб имам. Бола берсін Наиб имам. Мен Бейнеуский ұстаз. Мен Бейнеускиймін ұстаз. Өте керемет. Тамаша. Холка психосоматикасын, жоқ, психосоматикасын білмеймін. Адамға жаман дуа істеу деген бар ма? Жаман дуалау, сиқыр деген нәрсе бар, бірақ ол қорқыныш емес. Дуа, сиқыр деген нәрседен адам оңай шығады. Оған қатысты пайғамбар үйретіп кеткен. Психология әлсіз кез келген нәрсені тез қабылдайды. Психологиясы әлсіз, тез ауырады дейді. Бейнеден бекер кеттіңіз, құпта намазын оқығанда даусыңызды тыңдап тұра беретін едім дейді. Алла разы болсын бауырым. Алла разы болсын. Қатып қалды дейді. Маған соғып жатыр адамдар. Қалай шығарамыз дуаны мысалы дейді. Дуаны шығару өте оңай. Фалақ Нас сүресін жиі оқып жүріңіз. Постоянно дәретпен жүруге тырысыңыз. Сосын қолдан келсе ана мединалық әжуа құрмасы бар ғой. Әжуа құрманы алдырыңыз. Әжуа құрмасы ертең Рамазанда келеді уже. Сол күнде таң сәрде 7 құрма жеңіз. 7. Сол 7 құрманы жеген адамға пайғамбар салам айтты, у да әсер етпейді, сиқыр да әсер етпейді деді. Яғни сіздің бойыңызда сиқыр болса, сиқырдың барлығы сол құрмамен кетеді. Сонысы құрманың қасиеті да, әжуа құрманың қасиеті. Әжуа құрмасын жеген кезде сізге сиқыр, у әсер етпейді. Көрдіңіз ба? Қалай шығарамыз дуаны? Жарайды достар, осымен бүгінгі эфирімізді тамаша рахмет, Алла разы болсын. Әмин, Алла баршамызға разы болсын. Бүгінгі эфирімізді осымен тәмамдайық.
осы болады деп ойлаймын. Бұйырса жайлап ары қарай шыға беретін боламыз. Аз-аздан үздіксіз даму, аз-аздан үздіксіз даму. Просто сіздер қолдап отсаңыздар мені жан-жаққа бөлісіп, таратып деген сияқты. Сосын подписация етіп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Подписация етіп кетіңіздер обязательно. Менде бәрі қорқыныш. Қорқыныштан шығасың, уайымдамаңыз. Психологияңыз ауырады. Өзіңізді емдеу керексіз, дуа деген албаса дейді. Алматыда тұрасыз ба? Алматыда тұрамын, аха. Алматы қаласында тұрамын. Жарайды, достар. Алла тағала өмірлеріңізге берекет, бастарыңыз амандық, дендеріңізге сауық берсін. Әрқашан аманшылықта, жақсылықта кездескенше қош аман болыңыздар.